Қыздар, Гүлнар ханымның яғни Қызылордаға қалай тапсырыс жасаймыз, яғни бірінші өз кабинетімізге кіреміз. Кабинеттің логин паролімізді мына жерге жазамыз. Мен қазір мысалға көрсетемін, пароліңізді жазасыз. Әркім өз паролін жазады. Әркімнің өз жеке кабинеті бар деген сияқты. И войти. Запомнить меня деп қойсаңыздар, шығады, сонда қайта іздеп жүрмейсіздер. Мысалы, кірдік міне. Енді заказ саламыз. Через поиск мысалы жазуға болады. Шампунь. Мен мысалы картину дейін. И 50 балл. Осы шампуньмен жасай салайыншы, 50 балл, Кәне көрейік, қанша балл шығады екен. Мысалға 40 балл. 50 балл болды. 50 балл. Перейти к оформлению. Мына жерде акциямен алам десеңіздер, акция заттар бар. Продолжить дегенді басамыз. Первооткрывательный пакетін алсаңыздар болады. Бұл жерде 5 сат бар. Полноценный 5 сат бар. Көп пробниктар бар. Плюс 2 каталог бар. Барлығы 5000 теңге. И 5 балл береді. Енді қараңыз, міне, будет начислено 50 балл деп тұр. Сервисный сбор 1,5 белорусский рубльста қалады. Не скидкаңыз болды. Товардың негізгі бағасы 129 болды, скидкамен 98 болды. Продолжить дегенді басамыз. Енді способ деген кезде, міне, Қазақстан дегенді таңдаймыз. Выберите способ дегенде, бірінші консолидация деген. Выберите пункт выдачи деген кезде, міне қараймыз. Қызылорда, улица Айтеке Би дегенді таңдаймыз. И кредитная карта дегенде оплата позже 24 сағаттың ішінде төлем деп. Все, подтвердить дегенді басамыз. Осылай Гүлнар ханымның несін таңдауға болады. Мен қазір подтвердить етейін. Арғатай төлемді қалай жасауға болатынын көрсетейін. Қазір мен просто өшіріп тастаймын. Міне кірдіңіз, мына жерде заказы деген бар. Егер кабинеттен шығып кетсеңіз, осы заказы, мои заказы деген личный кабинет, вот история заказовтың ішінде тұрады. А менде сразу ашылып тұр, Енді қараңыз. Значит, ожидание оплаты, просмотр, отменить и оплатить деген бар. Вот оплатить дегенді басамыз. Онлайн банковская карточка дегенді басамыз. Оплатить дегенді басамыз. Мына жерге өз номер карточкаңызды, айын, күннің, аты жөніңізді, карточканың соңындағы цифрасын баса, оплатить дегенді бассаңыз болғаны. Енді жәнегі 50 балымыз қанша теңгеге шығады? 98-ді округлять етеміз, 99 деп. 99 белорусских рублей в теңге. 16 950 теңге. 50 балды осылай жасауға болады.